Сәлем достар, неміс машиналары сенімділігі мен функционалдылығы арқасында жоғары сұранысқа ие. Солардың ішінде ең танымалдардың бірі BMW бренді. Оның модельдері ұзақ уақыт бойы сән салтанат пен спорттық стильдің символына айналды. Қазір бавариялық компания Германияда ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа елдерінде, ақштан Египетке дейін көптеген автомобиль зауыттары мен үлкен концерн болып табылады. BMW туралы мынандай нақыл бар. Сіз өмірде көп нәрсені өзгерте аласыз, бірақ BMW-ны тек BMW-ге ғана өзгертуге болады. Жалпы, арнамызда осы автомобиль брендінің құрылуы және дамуы тарихын айтатын кез келді. Бүгінде оның құрылғанына 120 жылдан асқан. Әлбетте, бұл ақпарат барлығын қызықтырады. Барлығы 1896 жылы желтоқсанда Айзенах қаласында басталды. Онда белгілі өнер тапқыш және табысы локомотив жасаушы Йоган Генрих Эрхардтың немере інісі, дарынды инженер Генрих Эрхард өзінің алғашқы зауытын ашты. Оның үстіне ер адам белгілі бір себептермен автокөліктер мен бөлшектерді өндірумен айналысты. Мәселе мынада. Зауыт бастапқыда тек неміс машиналарын қажеттіліктеріне арналған автокөліктерді шығарды. Бұл жедел жәрдем машиналары, жылжымалы сарбаз асханалары, арбалар және тіпті велосипедтер болды. Сондай-ақ ол кезде Генридің 50 жаста болғанын атап өткен жөн. Оның балалық шағы мен жастық шағы туралы іс жүзінде ештеңе белгілі емес. Тек 1840 жылы Тюрингияда дүниеге келген. Ал 24 жасында Хемнис қаласындағы Хартман атындағы машина жасау зауытына жұмысқа орналасады. Ол сол кездегі ең ірі саксондық компания. Шындығында, оның механизмдерге деген сүйіспеншілігі сол жерде пайда болды. Содан кейін ол өмірінің соңына дейін оны тастап кетпеді. Жалпы, бұл әскерге қажеттінің бәрін шығаратын кезекті зауыт еді. Ал ол кезде азаматтық көліктерді жаппай шығару туралы әңгіме болған жоқ. Біздің жеке конструкторлық бюродан ешқандай идея, тіпті осыған ұқсас нәрсені шығару ниеті де болған жоқ. Және сонымен бәрі аяқталған секілді болған еді. Бір күні таңғы ас кезінде жергілікті газеттен Генрих Эрхардтың қолына түскен мақала болмаса, газеттегі мақалада оның неміс әріптестерінің керемет жетістіктері мен тапқырлықтары айқын суреттелген. Атап айтқанда, Daimler және Benz. Басылымда сол кезде олардың керемет танымал мотоарбалары туралы айтылған. Mercedes-Benz'тің тарихын арнамыздан әлі көрмегендер үшін әлемдегі ең бірінші іштен жанатын қозғалтқышы бар көлікті ойлап тапқан Карл Бенц екенін еске сала кетейін. Жалпы, Бенц автомобиль өнеркәсібінде пионер болды. Генрих шетте қалмай, бар даңқты Бенц пен Даймлерге қалдыру керек емес екендігін түсінді. Міне, дәл осы сәтте оның басына бір ой келді. Ол миллиондаған адамдар айтатын нәрсені жасағысы келді. Әрине, Эрхард өзінің әріптестерінен кем емес екендігін түсінді. Сондай-ақ ол өзіне тән және бірегей нәрсені жасай алды. Сол кезде ол жеңіл нәрсені ойлап көру керек деп ойлады. Әскери емес, ең бастысы бәсекелестерімен бірдей емес. Бірақ уақыт пен ақшаны үнемдеу үшін Эрхард басқа жолды таңдады. Ол жай ғана Париждік автокөлікке француз лицензиясын сатып алды. Ол сол кезде Дукавиль деп аталды. Ал шын мәнінде достар, дәл осылай қазіргі BMW деп аталатын нәрсе пайда болды. Ол кезде бұл құбыжық жай ғана моторлы күйме Wordmark деп аталған болатын. Бұл өзінің дамуы емес еді. Бір-екі айдан кейін 1898 жылдың қыркүйегінде Вартбург Дюссельдорфтағы автомобиль көрмесіне өз күшімен келді. Және ол Daimler, Benz және Opel, Диркопан жанында орын алды. Бір жылдан кейін Вартбург тіпті екі ірі автокөлік жарысында жеңіске жетті. Жалпы Вартбург өмірінде 22 медаль алды. Олардың бірі талғампаз дизайн үшін марапатталды. Вартбург тарихы бірнеше жылдан кейін аяқталды.
Бұл 1903 жылы Эрхард зауыты банкроттық алдында тұрған кезімен тұспа-тұс келді. Бұған компанияның жылдан жылға қордаланып келе жатқан ірі қарыздары себеп болды, және олар ешқандай жолмен қамтылмаған. Осы кезде кәсіпорынды жабу немесе бағытын өзгерту мәселесі шұғыл туындады. Алайда көмек Эрхардтың акционерлерінің бірінен күтпеген жерден келді. Бұл биржалық алып-сатар Яков Шапиро болып шықты. Ол өзі жақсы көретін моторлы арбамен қоштасқысы келмеді. Әрине, оның өндірісінен алған табысымен Шапиро компанияға әнші соманы салып, Генрих Эрхардтың кәсіпорны үшін құтқарушы болды. Осыдан кейін ол бір қатар жауапкершіліктер мен өкілеттерді де өз мойнына алды. Бір жылдан кейін оның қатаң басшылығымен зауыт Dixie автомобильдерінің дизайнын жасай бастады. Ол британдық Остин 7 лицензиясы бойынша салынған болатын. Рас, көліктердің алғашқы партиясы тұтынушыларға 10 рульді сипатта сатылды. Бұл континенттік Европада жолаушының сол жағына бірінші және соңғы рет отыруы болды. 1904 жылдан бері 15822 Dixie көлігі шығарылды, және олар сол кезде танымал болғанын айту керек. Көлік саудасы қарқынды дамып жатты. Бірақ бәсекелестік жағдайды жақсартуға және ақырында оларды басқаша бірдеңе ойлап табуға мәжбүр етті. Dixie 3.15 PS олардың жеке дамуының жемісі болды. Ол өте қымбатқа түсті. Бірақ ол сол кездегі жоғары жылдамдыққа сағатына 75 шақырымға дейін жететін. Дегенмен, бұл машинада ағылшындық Dixie негізінде жасалған. Бірақ Генрихтің өзі әлі де өз көлігін армандады. Бірақ акционерлердің жетекшілігімен өндіріс тек пайдаға бағытталған еді. Сол пайданы көбейту үшін Карл Фридрих Рапп шақырылды. Аспан мен авиацияны жақсы көретін швейцариялық инженер өз ісінің білгірі әрі ынталысы болатын. Бірақ сәттілік оны айналып өтті. BMW қанатының астында Карл ұшақ қозғалтқыштары мен ұшақтардың шағын өндірісін ашты. Оның бойында барлық қарым-қабілет болды. Ынта жігер ерекше жұмыс жасайтын иығында бас. Бірақ өкінішке орай сәттілік болмады. Оның көрмеде ұсынылған алғашқы бипландары көкке көтерілмеді. Бірақ инженер бұл сәтсіздікке берілмеді. Керісінше, ол өзінің құрастырылған қозғалтқышы бар келесі бипланда көбірек жұмыс істей бастады. Алайда компания бұл дамумен табысқа жете алмады. Себебі 1914 жылға жоспарланған және ерекше назар аударылған көрме соғысқа байланысты өтпей қалды. Бұл әскер қажеттілігіне қозғалтқыштар мен ұшақтарды жасаудың қажет болған кезі сияқты көрінді. Бірақ бұл жерде де сәттілік Рапптада болмады. Оның қозғалтқыштарының шулы болғаны сонша, жергілікті тұрғындар тіпті Рапп жасаған қозғалтқыштары бар ұшақтардың үйлерінің үстінен ұшып өтуіне жол бермеу туралы петицияға қол қойған. 1916 жылдың 7 наурызында оның компаниясы Bavarian Aircraft Works BFV атауымен тіркелді. Бірақ компанияға жаңа инвестициялар қажет болды. Содан кейін сахнаға жаңа кейіпкер шығады. Веналық банкир Камилла Кастеллони. Ол компаниядағы Рапптың үлесін сатып алады. Және осылайша сол кездегі BFV капитализациясын 1,5 миллион маркаға дейін арттырады. Жалпы, мен кімнің не үшін жауапты екенін өзім де шатысып қалдым. Белгілі нәрсе, BMW туының астында әртүрлі адамдар басқаратын әртүрлі өндірістер болған. Бірақ оларды бір бас компания біріктірді. Вена банкерлеріне бавариялық ұшақ зауыттарының үлесін сатып алғаннан кейін Франц Йозеф Поп компанияға қосылуға шақырылды. Ол жоғары инженерлік білімі бар және техникалық жетістіктердің белсенді ізбасары Австро-Венгриялық теңіз флотының лейтенанты болатын. Дәл осы адам компанияның жалпы даму жоспарын ұсынған. Поп жасаған бірінші нәрсе Макс Фрицті жұмысқа алу болды. Бұл инженер Даймлердің бұрынғы жұмысшысы болатын.
1917 жылдың 21 шілдесінде Мюнхеннің тіркеу палатасында тарихи жазба жасалды. Бавариялық раб авиациялық зауыты, бұдан бұлай Бавариялық мотор зауыты, Байерше Моторн Werk деп аталады. Дәл осы күні әйгілі BMW пайда болды. Атау өзгергеннен кейінде Бавариялық қозғалтқыш зауыттарының негізгі өнімдері өзгеріссіз қалғанын айту керек. Бұл бірдей ұшақ қозғалтқыштары болды. Соғыстың соңында Версаль келісіміне қол қойылды. Оған сәйкес жеңіске жеткен державалар Германияда ұшақ қозғалтқыштарының шығаруға тыйым салды. Бірақ бұл BMW-ны тоқтата алмады. 1919 жылы 9 маусымда BMW қозғалтқыштарымен жабдықталған ұшақ 9760 метр биіктікке көтерілді. Алайда рекорд жазылмады. Тағы да Версаль келісіміне байланысты. Осыған параллель банкир Кастеллоне компанияға тағы бір ұшақ қозғалтқышы зауытын сатып алды. Осылайша өндірісті екі бағытқа бөлу туралы шешім қабылданды. Ұшақ және автомобиль өндірісінің қозғалтқыштарын жасау. Осы сәттен бастап компания инженерлері жаңа өнім жасауға баса назар аударды. Ал 1923 жылдың өзінде немістер Париждегі автомобиль көрмесінде өздерінің алғашқы BMW мотоциклдерін R32 ұсынып, көрермендерді таң қалдырды. Компанияның қай бағытта жұмыс істейтінін және дамитынын анықтау үшін 5 жыл қажет болды. Мотоциклдер, автомобильдер және ұшақ қозғалтқыштары өзекті болды. Олар шын мәнінде жұмыс істеуді шешеді. Сонымен қатар маңыздысы, BMW осы британдық Dixie'ді шығаруды жалғастырды. Ол тіпті 1929 жылы халықаралық олимпиадада жеңіске жетті. 1930 жылы компания басшылары керемет қадам жасауға шешім қабылдады. 30 жыл өткенге оралып, Wartburg деп аталатын көлікті шығарды. Өткен ғасырдағы моторлы арбалардың көлеңкесі DA3 үлгісінде қайтадан өзінің нақты пішінін тапты. Wartburgті өте жақсы жүргізуші ғана алды. Нашар жүргізуші бұл көлікке лайық емес. Бұл туралы Мотор und Sport журналында осылай деп жазылды. Бұл жай ғана сөз емес. Машина шын мәнінде назар аударуға лайық болды. Өйткені ол сағатына 100 шақырым жылдамдыққа жете алды. Келесі жетістік Берлин автосалонында көрермендерді дүр сілкіндірген BMW 303 моделі болды. Оның капотының астында көлемі 1173 текше сантиметр болатын ең кішкентай 6 цилиндрлі қозғалтқыш болды. Ал өндірушілер сағатына 100 шақырымнан астам жылдамдыққа кепілдік берді. Бұл 303 моделі 70 жылға жуық уақыт бойы BMW автомобильдерінің сыртқы түрін анықтады. Көлік әуесқойларының жүрегін жаулаған, келесі модель алғашқы үштік дәуірін аяқтаған 326 кабриолеті болды. 1941 жылға дейін компания 16326 көлік сатты. Бұл нағыз жетістік болды. Бірақ бавариялық элита деп аталатын көліктерді де ұмытқан жоқ. Компанияның алғашқы лимузині 1939 жылы пайда болды. Бұл Opel Admiral және Ford V8 үшін лайықты бәсекелес болды. Алайда, BMW компаниясы сәл болса да орнынан тұра бастағанда, жаңа соғыс жеке тұлғаларға арналған автокөліктердің дамуына нүкте қойды. Барлық күш шұғыл түрде авиациялық қозғалтқыштар мен әскери көліктерді құрастыруға бағытталды. 40 жылдардың басында конвейерден 3000 автокөлік шығарылды және BMW 325 Lichter Einheit PKV атауымен шықты. Германияның соғыста жеңілуі BMW-ның жойылуымен бірдей дерлік болды. Мильбертшофендегі кәсіпорындарды КСР одақтастары қирандыға айналдырды. Ал Айзенахтағы зауыттар кеңес әскерінің бақылауына өтті. Содан кейін жоспар бойынша техниканың аман қалғаны Ресейге апарылды. Бірақ шегінетін жер болмады. Ал акционерлердің кезекті жиналысында екінші дүниежүзілік соғыстан аман өтіп, Германиядан кетпей қалғандар өндірісті біртіндеп қалпына келтіруге шешім қабылданды.
Сол кезде орасан зор қаражат пен қосымша ресурстар қажет болды. Көптеген инвесторлар тартылды. Компанияның басшылығы кәсіпорынның қазынасына кім көп ақша бергеніне байланысты үнемі өзгеріп отырды. Бірақ тіпті бұл проблемалар BMW-ға соғыстан кейінгі алғашқы жаңа өнімді әзірлеуге және шығаруға кедергі болмады. КСРО-дан айырмашылығы дайын өндірістік желілері мен ақшасы бар. BMW-ның соғыстан кейінгі алғашқы ресми өндірісі 250 см3 мотоцикл R24 болды. Ол 1948 жылы Женева көрмесінде шығарылды және ұсынылды. Содан кейін R51 келді. Сәл кейінірек R67, содан кейін сағатына 160 км максималды жылдамдығы 600 текше метр спорт R68 пайда болды. 68-ші көлік өз уақытының ең жылдам көлігі болды. 50-ші жылдардың басында шамамен 30 мың адам BMW мотоциклдерімен мақтана алды. Бірақ уақыт өтті, және компания әлі де негізгі ой автомобиль өндірісіне орала алмады. Соғыстан кейінгі кезеңдегі алғашқы әрекет BMW 501 болды. Оны жұртшылық қуанышпен қабылдағаны сөзсіз. Дегенмен, компанияны құлдырауға әкелетін бір нәрсе болды. 501 шығару өте қымбат болып шықты. 50-ші жылдар әдетте BMW үшін ең нашар жылдар болған жоқ. 500-ден кейін бірінші 507 және 503 болды. Бұл да олардың үмітін ақтамады. Кәсіпорында қарызға батырды десе де болады. Тіпті жарнамалық науқанда көмектеспеді. Жалпы, жағдайды тек ғажайып құтқара алды. Алдын ала айта кетейін, бұл болды деп айтамын. Мәселе мынада, BMW-де жаңа және жетілдірілген көліктерді жасауға қаражат болмады. Бәсекелестер жыл сайын автошоуды керемет және сәнді жаңа өнімдермен таң қалдырды. Бавариялықтар мұның бәрін тек тамашалап қана отырды. Кем дегенде бірдеңе шығарудың соңғы әрекеті BMW 250 жиынтығы болды, немесе өндірушілер оны мотокупе деп атады. Бұл құрып жатқан компанияның соңғы үміті еді. Бірақ барлығын таң қалдырғаны, дәл осы көліктер барлық бәсекелестер күлсе де құтқарушыға айналды. Бір кездері Германияның жолдарында пайда болған мұндай машина жасау кереметі автомобиль өнеркәсібінде төңкеріс жасайды деп кім ойлаған? Небәрі 298 текше сантиметр қозғалтқышы бар BMW 250 және одан кейінгі 300 көліктері 100 мың автокөлік әуесқойларының жүрегін жаулап алды. Бұл керемет жетістік болды. Бірнеше жылдың ішінде бұл ғажайып көліктердің 137 мыңы сатылды. Бір қызығы, оларды Англияда ерекше жақсы көретін. Билік мұндай көліктерді тек мотоцикл куәлігімен жүргізуге рұқсат еткен болатын. Бірақ басқаша қалай? Артқы жағында бір ғана дөңгелек болды. Бірақ мұндай табыстан кейінде бавариялықтар тағы да сәтсіздікке тап болды. 1959 жылы Германия тарихында өзінің қаржылық дағдарысымен енді. Соның салдарынан тіпті ірі компаниялар да шыңыраудың шетінде тұрды. Әп сәтте ағымды әрең ұстаған BMW одан да аман шыға алмады. Кәсіпорынды жабу туралы мәселе тағы да осымен 2 мәрте көтерілді. Ерік туралы ұзақ талқылаудан кейін BMW-ның директорлар кеңесі барлық үшін күтпеген жерден шешім қабылдады. Компанияны сақтап қалудың жалғыз жолы басқа компаниямен бірігу. Расын айтқанда, басқа нұсқалар болған жоқ. Ал тізімде бірінші орында Mercedes болды. Бірақ Құдайға шүкір, осы екі әсер етуші брендтердің білгірлері үшін олай болмады. Біріншіден, Mercedes қараватқа күлді. Екіншіден, компанияның кейбір акционерлері компанияның акциялары Герберт Кванттың қолына болу үшін барлығын жасады. Осылайша кәсіпорын қаржылық дағдарыстан аман алды. Осыдан кейін бірден жаңа директорлар кеңесі тағайындалды. Ол компанияның алдағы жылдардағы негізгі міндетін анықтады. Біз орта санаттағы автомобильдер мен ұшақ қозғалтқыштарын шығарамыз. Сол жылдың қысында BMW 1500 автокөлігі конвейерден шығарылды.
Модель сағатына 150 шақырымға оңай жылдамдады. Бір жылдың ішінде 24.500 сатылды. 1500-ден кейін ағайынды BMW 2500 дүниеге келді. Ол 95.000 данамен сатылды және тіпті спадағы 24 сағаттық жарыста жеңіске жетті. 70-ші жылдар компания тарихындағы маңызды шешіммен ерекшеленді. Бұдан былай, бавариялықтар шығарған барлық көліктер классына байланысты сериялық нөмірге ие болды. 1972 жылғы BMW 520 соғыстан кейінгі алғашқы бестік болды. Көліктің капотының астында 4 цилиндрлі қозғалтқыш болды, ал 520-ның салмағы 1275 келіге қорытылды. Бұл барлық алдыңғы модельдермен салыстырғанда керемет жоғары болды. Оның үстіне көлік қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталған. Осылайша, бір жыл ішінде 45.000 адам 100-ге жету үшін 13 секундты жылдам орындамас бұрын күн сайын таңертең тазалықпен жиналды. Бірақ, әрине бавариялықтар мұнымен тоқтап қалмады. 1978 жылы Париждегі автомобильдер көрмесінде тіпті Lamborghiniмен де бәсекелесе алатын алғашқы көлік ұсынылды. Giorgio Giugiaro әзірлеген M1 немесе E26 жобасы 6 секундта 100-ден шақырымға дейін жылдамдады. Құдды бір өзіңді Феррариде жүргендей сезінесің. Бірақ бұл неміс Феррари болды. Мұндай көліктермен жұмыс істеу барысында компания BMW-дан келесі жаңа өнімдерді күтетін қарапайым сатып алушыларды да ұмытпады. 1975 жылы BMW тағы бір үштікті жарыққа шығарды. BMW 320 үшінші өз сыныбының және өз уақытының көшбасшысы болды. Көліктің максималды жылдамдығы сағатына 192 шақырымды құрады. Рас, бұл үлкен минус болды. Автокөлік 100 шақырымға 14 литр бензин жұмсады. Бірақ бұл нюанс BMW жанкүйерлерін тоқтата алмады. Автокөлік ауқымы жылдан жылға кеңейе берді. BMW 316, 320 және 323 сияқты модельдер шыға бастады. Сол уақыттан бастап BMW культ машинасы деп атала бастады. 70-ші жылдардың соңында модельдер ассортименті өзінің алғашқы жетіліктерімен толықтырылады. Бұл немесе 728 моделі деп аталды. 1,5 тонна және көліктер сағатына 200 шақырым жылдамдықпен келе жатты. Сонымен қатар оның құны жаңа ғана шығарылған Mercedes S-кластан сәл төмен. 1983 жылы BMW алғаш рет турбо қозғалтқыштар үшін Формула 1 чемпионатына қатысты. Аренаны айналып өту арқылы Бренхам BMW көлігін бразилиялық Нельсон Пикет басқарған. Сонымен, қозғалтқыш қуатының шыңында М12 13280 жылқы күшін шығарды. Минутына 11000 айналым жасады. Содан кейін қозғалтқыш жарыстарының тарихында бірінші рет турбокомпрессорлы автомобильдер арасында F1 бірінші әлем чемпионы атанатын еді. Ең өкініштісі, француздардың бұл жеңіске ешкім таңғалған жоқ. 80-ші жылдардың ортасында BMW өз орнын күн астында берік бекітті және ешкім BMW-ны суда әрең тұрған орташа көлік деп айта алмады. Оның үстіне 15 жыл ішінде қарызға батып бара жатқан компаниядан BMW автомобиль өнеркәсібінде көшбасшы болды. Содан кейін тағы бір жарыс болды. Сөздің тура мағынасында тек BMW мен Mercedes арасында. Ең танымал модельдердің бірі E30 артқы жағындағы әйгілі M3 пайда болды. Бар болғаны 6 секундта 100 шақырымға дейін үдеу. МК руліне отырғандар жол жағдайына байланысты аспа түрін өздері таңдай алатын. Сіз спорт түрін таңдайсыз және көлік жолға түседі. Бұған қоса қалыпты және жайлылық. Компания люкс автокөліктерге саяхатын 1989 жылы 850 моделін шығарумен бастады. BMW 8 серияс E31 бавариялықтардың ең жақсы флагманы және Aston Martin Virage, Ferrari Mondreal, Mercedes 500 SL және Porsche 928 негізгі қарсыласы болуы керек еді. BMW 850i E31 өз уақытының техникалық маңызды кезеңі болды.
Өзінің жарқын премьерасынан кейін сәнді спорттық купе тез арада тарихқа айналды. Көптеген ұқсас автомобильдердің мансаптық жолын бөлісті. Ал алғашқы 8-ден кейін шынын айтқанда ғасыр машинасы атанған көлік шықты. Аты аңызға айналған М5 пайда болды. E34 380 ат күшімен зарядталған. МК 6,5 секундта 100-ге дейін түсірді. Оның мүмкіндігінше қаншалықты сығып алғанын ешкім ешқашан білмейді. Жалпы 90-шы жылдар компания үшін жаңару уақыты болды. 7 жаңартылды. E38 артқы жағындағы арнайы үлгі 740. Алар да назардан тыс қалмады. Сонымен қатар E39 автомобиль әлеміне еніп кетті. Кез келген талғамға сай қозғалтқыштың 7 нұсқасы. Ал асықпайтындар үшін және жылдамырақ, бірақ ең басылмағандар үшін BMW 540 шығарды. 1999 жылдың соңында компания оңтүстік Каролина штатындағы Спартанбург қаласында Бенди зауытын ашу арқылы шетел нарығын жаулап алды. Бірақ көп ұзамай бавариялықтардың басшылығы бұл нарықты тек седандармен таң қалдыруға болмайтынын түсінді. Әрине BMW көліктері шетелге өте танымал болды. Америкалықтар пішіндердің жылдамдығын ғана емес, үлкенірек және жақынырақ нәрсені ойлап табу керек еді. Бұл нарықты жаулап алатын нәрсе. Жалпы, компания өз тарихындағы алғашқы жеңіл жол талғамайтын көлікпен белсенді түрде жұмыс істей бастады. Және бұл өзін тек жақсы жағынан көрсететін сүйікті X5 болды. Негізгі ерекшеліктері монокок корпусы және толық тәуелсіз суспензия болды. Жаңа модельдің платформасы бавариялық E39 бестіктен мұра болды. X5 15 жыл ішінде ең танымал автокөлік болды. Жақында ғана ол компанияның басқа модельдеріне жол берді. 2002 жылы BMW Group 1,057,000 автокөлік сатудан рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Ол Ресейде өткен жыл көлігі байқауында да жеңіске жетті. 2003 жылы BMW 7 сериясының ең сәнді моделі BMW 760i және 760Li таныстырылды, және жаңа BMW 5 сериялы седан пайда болды. Ал BMW Z4 моделі жылдың үздік кабриолеті деп танылды. Шетелдегі жетістіктерді бекіту үшін 2006 жылы сәнді BMW X6 пайда болды. QB дизайнында жол талғамайтын көліктің ең жақсы техникалық қасиеттерін біріктіру арқылы. Бір қызығы, бұл сыныпта бірінші болып Nissan жапондықтары шықты. 2003 жылы олар Infiniti FX35 кроссоверін шығарды. Ол американдық нарық үшін арнайы жасалған. Бірақ немістер олар үшін бәсекелестік құруға шешім қабылдады. Олар өте сәтті болмаса да, Infiniti FX BMW X6-ға қарағанда танымал болды. Соған қарамастан олар нарықтағы үлесін төмендетпеді. 2008 жылы BMW жылына миллионнан астам көлік шығарды. Ал қазірдің өзінде өндірісте және басқа да кәсіпорында 100 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Топтың 2008 жылғы табысы 50 миллиард евроны құрады, ал таза пайда 330 миллион евроны құрады. Сол жылы бавариялықтар бірінші рет барлық қарыздарын өтей алды. 2009 жылы аты аңызға айналған 5 сериялы BMW жаңа серияның әлемдік премьерасы өтті. Желінің топ моделі тамаша BMW 550i болды. Ол брендтің барлық ең жақсы қасиеттерін қамтиды. Оның күрделі және стильді дизайны жүргізушіге теңдесі жоқ жайлылық пен тиімділікті қамтамасыз етеді. Сол жылы Женева халықаралық автосалонында BMW инновациялық BMW Active E электрокөлігін таныстырды. 2014 жылдың желтоқсанында феноменальды BMW i8 жыл көлігі атағын алды. Top Gear ықпалды жылтыр автомобиль басылымының мәліметі бойынша. Жарыс салмақты бәсеке жағдайында өтті.
Бұл беделді атақ үшін әлемнің ең үздік премиум автокөлік өндірушілерінің көпшілігі бақ сынады. Бірақ BMW i8 таңғажайып мүмкіндіктері бағаланды. Мен компания логотипіне назар аударғым келеді. Көптеген адамдар BMW белгісі оның авиацияға тиесілі екенін және ұшақ винтін бейнелейді деп ойлайды. Өйткені компания әуелде ұшақ қозғалтқыштарын жасады. Бірақ достар, бұл мүлдем дұрыс емес. Компанияның бүкіл тарихында BMW логотипі өзгерді және мәңгілікке танымал болып қалды. Сондықтан аббревиатура мен эмблеманың түсі ғана өзгерді. 1917 жылдың басында коммерциялық жобалар тізіміне BMW компаниясының атауы қосылған кезде компанияның логотипі әлі болған жоқ. Бірінші BMW эмблемасы осы жылы пайда болды. BMW белгісі ескі Рап логотипіне ұқсас болды. Негізін қалаушы Карл Рап. Онда BMW әріптері қосылды. Ал сызықтардың түсі ақ түстен алтынға дейін өзгерді. Ішкі шеңбердің 4 секторы ақ және көк түстермен жасалды. Шын мәнінде, BMW белгісі ақ және көк ромбтарды бейнелейтін Баварияның елтаңбасын білдіреді. Дәл осы пікірді компания өкілдері қолдайды. Бір ғасырдан бұрын шағын зауыттан бастау алған компания бүгінде Германиядағы 5 зауыты мен Малайзия, Үндістан, Египет, Вьетнам, Таиланд және Ресейдегі еншілес компаниялары бар ең ірі жаһанды концернге айналды. BMW компаниясының бүкіл тарихында шығарылған және шығарылуын жалғастыратын автомобильдер жоғары кластағы ыңғайлы көліктің шынайы символы болып табылады. Бір қызығы, BMW өз зауытында роботтарды пайдаланбайтын аздаған автокөлік компанияларының бірі. Конвейердегі барлық құрастыру тек қолмен орындалады. Ал шыға берісте автокөліктің негізгі параметрлерін компьютерлік диагностикалау жүргізіледі. BMW империясы өз тарихында 5 рет ыдыраудың алдында тұрған. Бірақ ол көтерілген сайын жетістікке жетті. Соңында Генри Эрхард туралы бірнеше сөз айту керек шығар. Өйткені бәрі содан басталды емес пе? Өмір бойы дарынды, өзін өзі үйреткен инженер Германия империясында 128 патентті тіркеді. 1891 жылы ол Эрхард басу және тарту әдісі ретінде белгілі болған жіксіз құбырлары өндіру процесін патенттеді. Генри қайтарылатын тапаншаның дамуына да әсер етті. Оның құрметіне 1901 жылы Эрхард үлгісіндегі тау мылтығы да пайда болды. Бірінші дүниежүзілік соғыстың басында оның BMW зауыттары бар компаниясы Германиядағы ең ірі қару өндіруші болды. 1914 жылдың қаңтарында жұмысшылар саны 8000 адамнан асты. 1915 жылы 14000. Соғыстың соңына қарай 48000 жұмысшы болды. 1917 жылдың аяғына қарай Эрхард компаниясы күніне 2,5 миллионнан астам патрондар мен снарядтар шығаратын болды. 500-ден астам тапанша, мылтық және пулемет. Сондай-ақ 50-ге дейін әртүрлі артиллериялық және зениттік зеңбіректер. Ал бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін компанияның банкротқа ұшырауымен бұл жұмыстарының барлығы тоқтатылды. Бірақ BMW жоғарыда айтқанымдай өз жолымен кетті. Генриден бөлек. Бастапқыда Эрхард автомобиль зауытының акционерлік қоғамының 31 және 2,10% акцияларына ие болды және әрқайсысын көрді. Бірақ ол 80 жасқа толғанда Эрхард басқа акционерлермен келіспеушіліктерге байланысты компания басшылығынан кетті. 1928 жылға дейін Генрих Эрхард өзінің туған қаласы Цела Мелисте сабақ берді. Ал 1928 жылы 80 жасында талантты инженердің жүрегі тоқтап қалды. Жалпы достар, бұл BMW компаниясының тарихы туралы білуіңіз керек деп ойлаймын. Егер сіз айтуды ұмытып кеткен нәрсе болса, бұл туралы түсініктемелерге жазуды ұмытпаңыз. Және осы брендтің көліктері туралы жеке пікіріңізбен бөлісіңіз. Өйткені өздеріңіз білетіндей адамдар екіге бөлінеді. Оларды жақсы көретіндер және жек көретіндер. Екеуінің қанша екенін білу қызықты болады.
Құрметті достар, Қазақ YouTube арнасын үліпілмен қолдап кетіңіздер. Және де подписация үліпілін баса кетіңіз. Біз сіздер үшін қызықты видеоларды арнайтын боламыз.